Құрметті Авиценна көп салалы медицина колледжінің студенттері. Мен химия пәнінің оқытушысы Қыдырбай Тұрсынай Ұлықбекқызы. Сіздермен бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы алюминий және оның қосылыстары. Сабағымыздың мақсаты алюминийдің табиғатта таралуы, химиялық физикалық қасиеттері, атом құрылысы және де алыну туралы жалпы түсінік беру. Алюминий химиялық кестенің 13-ші қатарында орналасқан химиялық элемент. Реттік номері 13-ке тең, атомдық массасы 27-ге тең. 3-ші қатарда, 3-ші периодта, 3-ші топта орналасқан. Плюс 3 тотығу дәрежесін және де 3-ші валенттілікті көрсетеді. Нейтрон саны 14-ке тең, протон саны 13-ке және де электрон саны 13-ке тең. Алюминийдің табиғатта таралуы. Алюминий табиғатта өте кең таралған элемент. Жер қыртысының 9%-ын құрайды. Металдар жөнінде 1-ші орында, элементтер жөнінде 3-ші орында алады. Алюминий белсенді зат болғандықтан табиғатта тек қана күрделі қосылыс түрінде кездеседі. Жалпы осы еліміздің Ақтөбе, Қостанай және Павлодар облыстарында кендері орналасқан. Алюминийдің физикалық қасиеті. Алюминий жеңіл және де жылтыр түсті металл. Диаметрі 2,7 см куб. Және де балқу температурасы 2500 Цельсий градус, қайнау температурасы 660,24 Цельсий градус. Иілгіштігі, электр өткізгіштігі және де жылу өткізгіштігі жоғары элемент. Алюминийдің химиялық қасиеттері. Алюминий жай заттармен де, күрделі заттармен де әрекеттеседі. Бірінші сіздермен жай заттармен әрекеттесуін көрсететін болсам, алюминийді оттекпен әрекеттестіргенде алюминий оксидін аламыз, ал алюминийді хлормен әрекеттестіргенде алюминий хлориді түзіліп шығады. Ал күрделі заттармен әрекеттесуін айтатын болсақ, алюминийді сумен әрекеттестіргенде алюминий гидроксидін және де сутектің бөлініп шығатынын көруімізге болады. Алюминийді аш хлормен әрекеттестіргенімізде алюминий хлоридін және де сутектің бөлініп шығады. Ал келесі видеода сіздерге жасалынған зертханалық жұмысты көрсететін боламын. Тәжірибеге қажетті құрал жабдықтармен таныс болыңыздар. Сынауықтар, пипеткалар, алюминий түйіршігі, натрийдің гидроксиді және тұз қышқылы. Бірінші тәжірибе. Сынауықты аламыз. Бірінші тәжірибе. Сынауыққа 2 мл тұз қышқылын құямыз. Оған алюминий түйіршігін саламыз. Не байқадыңыздар? Келесі тәжірибеміз алюминийдің натрий гидроксидімен әрекеттесуі. Яғни алдымен сынауыққа 2 мл натрий гидроксидін құямыз. Оған алюминийдің түйіршігін саламыз. Не байқадыңыздар? Бүгінгі жасаған зертханалық тәжірибелеріміз арқылы алюминийдің екідайлы қасиетін байқадық. Яғни сіздер дәптерге жасалған зертханалық жұмыстағы тәжірибенің қорытындысын жазыңыздар. Құрметті студенттер, жаңа сабағымызды бекіту мақсатында сіздерге бірнеше тапсырмалар орындадым. Ең алдымен сіздерге тест тапсырмалары. Бұл жерде әр тестке өздеріңіз дұрыс жауапты берулеріңіз қажет. Екінші тапсырмада химиялық диктант. Бұл жерде қалып кеткен сөздің орнына дұрыс жауапты берулеріңіз қажет. Үшінші тапсырмада сіздерге
рубизм әдісі бойынша, рубизм әдісінде бұл жерде сіздерге сұрақ қойылады, сол сұрақтарға жауап берулеріңіз қажет. Ал 4-ші тапсырмада сіздер сәйкесін табуларыңыз қажет. Сондай-ақ 5-ші тапсырмада кестені толтыр. Бұл жерде сіздерге химиялық атауы берілген, сондай-ақ химиялық формулаларын табуларыңыз керек болады. Осымен жаңа сабағымызды аяқтадық. Сіздерге үй тапсырмасына алюминийдің кендері туралы баяндама дайындауларыңыз қажет. Және де осы сабақты конспекттілеулеріңіз қажет. Сіздерден кері байланыс күтемін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.